Ардағымсың әке тайым, асқарым, қанатымсың, бар байлығым аспаным. Сенің арқаң бүгінгі күн көргеніміз, жанымдасың, керегіне басқаның. Өмірімнің мәні сенсің әкем барым. Алдында түк тұрғызар ем әке бәрін. Жетпейді ғой, бұдан көпке лайықтысың. Нұрын жауып, жарылқасын сізді тәңір. Бақыттың бұлағында, шаттықтың шуағында тербеліп, жүрегі жырға, жүзі нұрға толы, аяулы әкеміз Мұхан Жансұлтан Байғазыұлы зейнеткерлік жасқа келді. 63 рет қар басып, 63 рет жаз көріп, осы ғұмырға лайықты адам пенденің еншісіне бөліп берер қуаныштары мен жақсылықтарының дәмін татты. Жансұлтан Байғазыұлы 1959 жылы 15 мамырда Шалқар ауданы 9 станциясында дүниеге келген. 5 жасында әкесінен айырылып, қайғы қасіреттің дәмін ерте тартқан, ауыр тұрмыс елеуін ерте көрген кішкентай Жансұлтанның адами қасиеті, азаматтық мінезі сол жылдары қалыптасқан айқын. Сондай болмыс бітімі, еңбекқор келбеті, адал жаны, талапшыл табиғаты оны өмір жолында сүріндірмей биіктерге жетеледі. Анасының жанына жалау боламын деген ниетте, үй тіршілігіне де, сырттың жұмысына да ерте араласты. Бауырлар да ерте өмірден озып, жалғыз қарындасына әке орнына әке болды. Бүгінде ол көптің құрметіне бөленіп, теміржол саласына саналы ғұмырын арнаған еңбек адамы. Шойын жолда шыңдалып, 45 жыл сол салада еңбек етіп, зейнеткерлік демалысқа шықты. Жансұлтан Байғазыұлының абыройлы еңбек етуіне, көпшілік қауымның дос-жараның арасында беделді болуына өмірлік серігінің үлесі зор. Ол 1980 жылы 9 тамызда Қалқаева Мадина Базарбай қызымен шаңырақ көтерді. Бір ауылда өсіп, бірге ойнап араларында пайда болған бала махаббат үлкен әулетке ұласты. Мадина Базарбай қызы 1959 жылы 9 желтоқсанда Шалқар ауданы 9 станциясында дүниеге келген. 1980 жылдан бері медицина саласында қызмет жасап, 536 баланың кіндігін кескен ақ халатты абзал жан. Халықтың риясыз көңілінен шыққан ақ батасы қабыл болып, Мадина Базарбай қызы бүгінде құрметті еңбек демалысына абыроймен шығып, үлкен әулеттің отанасы, әзиз әжесі болып ұлағатты ошақтың түтінін түтетіп отыр. Өмірдің ащысы мен тұщысын бірдей сезініп, суығы мен ыстығына күйіп піскен, қайғысы мен қуанышын бірге бөліскен, өмір бойы бір-біріне демеу, сүйеу бола білген отбасылық жұп 5 бала тәрбиелеп өсіріп, олардың әрқайсының жоғары білімді маман иесі болуларына тек ата-ана парызы деп қарамай, олардың саналы ортаның салауатты азаматы болуына ден қойған. Әкенің көзінен қашанда мейірім шуағы есіп тұрады. Әркез ой сергек, бойы ширақ. Әкеге тән талапшылдық пен қаталдық та бар. Өмір жолында білім мен білікті қос қанат етіп байлаған ол, адами биік болмысымен де, терең парасатымен де кез келгенге үлгі. Бүгінде Жансұлтан Байғазыұлы мен Мадина Базарбай қызы ұлын ұяға, қыздарын қияға қондырған бақытты ата-ана, 14 немересінің сүйікті ата-әжесі. Өмірде адал еңбектің ақ туын көтеріп, ақиқатынан айнымаған жандар болады. Жансұлтан Байғазыұлы сол саптағы бірегей болмыс иесі. Өмір жолында мансап пен міндетті, қызмет пен отбасыны қатар алып жүріп, бірде құлап, бірде сүрінсе де, қарапайым байсалды қалпынан таймайтын қайсар, әрбір жанның жүрегіне жылы шуақ төгетін Жансұлтан Байғазыұлының өмір белестері осындай.
күтіп алтын, уақытты қайран. Іздейміз біздер бақытты қайдан. Ата-анам асыл байлығы менің, күлімдеп күнде құшағын жайған. Ата-анам асыл байлығы менің, күлімдеп күнде құшағын жайған. Құдірет күшің жұмыр жер Алла, құламай тұғын бер Алла. Ата-анам маған разы болатын, баянды мәнді ғұмыр бер Алла. Ата-анам маған разы болатын, баянды мәнді ғұмыр бер Алла. Ақылын алсаң ой тарылмайды, алақанымдай жай табылмайды. Ата-анамыздың баласы үшін дұғасы қабыл қайтарылмайды. Ата-анамыздың баласы үшін дұғасы қабыл қайтарылмайды. Құдірет күшің жұмыр жер Алла, құламай тұғын бер Алла. Ата-анам маған разы болатын, баянды мәнді ғұмыр бер Алла. Ата-анам маған разы болатын, баянды мәнді ғұмыр бер Алла. Құрмет сыйла адамдарға, біз үшін жанын қинағанда.